Шуақты Наурыз Шымкентте осындай атаумен шаһарда қайырымдылық кеш өтті. Бұл игі шараға әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы 25 отбасы арнайы шақырылып, оларға ұмытылмас мерекелік көңіл күй сыйлады. Кеш барысында қонақтар үшін әсем ән мен көңілді биден құралған концерттік бағдарлама ұсынылды. Сонымен қатар әр отбасыға күнделікті тұрмысқа қажетті азық-түлік себеттері табысталды. Бүгінгі іс-шараға біз 100 балаға, 25 семьяға продуктовый корзина жасадық. Бүкіл спонсорлар бізге көмек берді. Жастар орталықлар концерт беріп жатыр. Памперсы, күріш, май деген бір аптаға керек заттардың бәрін алып, сондай Рамазан айы сондай іс-шара істеп жатырмыз. Оңғарбек Анжела көп балалы ана, ол осы игі шараға арнайы шақырылған қонақтардың бірі. 4 баланың анасы ұйымдастырушыларға жүрек жарда алғысын білдірді. Осы бүгінгі концертте үлкен қызықты әсер алып жатырмыз. Керемет, тамаша өтуде. Мына жастар ресурс орталығына үлкен алғысымызды айтамыз. Яғни біз аналар болып келіп отырық қой енді, қайырымдылық қоры концерті дегендіктен. Осы беріп жатқан көмектеріне, яғни азық-түлікпен қамтамасыз етіп жатыр. Осы беріп жатқан азық-түлікне өте мәз-мейрам болып, осы концерттен кейін көңіл көтеріп алып қайтудамыз. Бұл шара Наурызнама 10 күндік жобасы аясында ұйымдастырылып отыр. Мамандар бұл дәстүрдің алдағы жылдарда да жалғасын табатын, әр көктем сайын мейірімділік пен қуаныш сыйлайтын игі бастамаға айналатынын атап өтті.